Сәлем достар, бүгін мен сіздерге пияз және пияздың қабығының пайдасы туралы айтатын боламын. Мені жоғалтпас үшін лайк басып, каналыма тіркеліп, жаңа видеоларымды көру үшін қоңырауша белгісін басып қойыңыз. Көзден жас ағызатын пияздың тағам дәмін кіргізумен қатар емдік қасиеті де бар екен көпшілік біле бермейді. Пияздың шыққан жері қиыр шығыс. Бірте-бірте Мысыр, Греция елдеріне жетіп, басқа елдерге тарай бастаған. Қай жерде болмасын, кез келген заманда пиязды ғажайып пайдалы өсімдік ретінде қабылдаған. Ертеде римдіктер мен гректер пиязды жауынгерлерге күш және батылдық беретін, әрі жарақатты жасатын, шипалы, қасиеті күшті өсімдік деп есептеген. Олар пияздың бір түріне жеңімпаз деп те ат берген. Қиыр шығыс пен Сібір елдерін аралаған жиһанкездер пиязбен қырқұлақ ауруын емдеген. Пияз құрамында түрлі дәруменге бай минералды тұз, органикалық қышқыл, зиянды микробтарға қарсы төтеп беретін, көзді ашытатын ұшпалы фитонцид деген зат бар. Ол ауадағы ауру тарататын микроб бактерияларды жояды. Пияздың сөлі емге пайдалы. Мәселен, пиязды спиртке қосып жасаған аллачеп деген дәрі асқазан, ішек науқасына, сондай-ақ атеросклерозға да ем. Пияздың қанның құрамындағы қантты азайтатын қасиеті де бар. Қант диабетімен ауыратындарға пияздан әзірленген сорпалы тамақ пайдалы. Бүйрегінде тасы бар сырқаттарға пияздың бір ас қасық сөлін күніне 2-3 рет ішкен пайдалы. Бәз біреулер мұрнынан су ағып, тамағы қызарып ауырған кезде пияз сөлін тамызады. Бұл дұрыс емес. Себебі қызарып бөртіп тұрған сілекей қабығын пияз сөлі одан әрі асқындырып жібереді. Оның орнына пияз сөлін шәйнектегі ыстық суға қосып, булап емдеген пайдалы. Пияздың емдік қасиеті 15-20 минут сақталатындықтан тезірек пайдаланған абзал. Езілген пиязды сүтке қосып, дәкеге орап, аяқтың мүйізденіп кеткен жеріне басса, қатқан тері нәрленіп жұмсарады. Іріңдеген жараға үсіген жерге де басуға болады. Пияздың шаштың түсуін тоқтататын да қасиеті бар. Пияз сөлін мақтаға тигізіп, бастың құйқасына жағу керек. Сондай-ақ пиязды өткіштен өткізіп, оны басқа жаққа жағып, сыртынан таңып қою керек. 1,5-2 сағаттан соң жылы сумен шайып жібереді. Өткіштен өткізілген пиязға сұйық май, жұмыртқаның сары-уызы, бал қосып, құрғақ шашқа жақса, шаш түсумен ұштануын тоқтатып, тез өседі. Апельсин мен лимонға қарағанда пияздың құрамында аскорбин қышқылы көбірек. Қазіргі таңда жер жүзінде пияздың 400-ден аса түрі белгілі. Пиязды жылдың кез келген маусымда пайдалануға болады. Ескерту: пияздың емдік қасиетінің шипасын көру үшін алдымен дәрігердің ақыл кеңесіне жүгініңіз. Себебі бір қатар ауруларға пияздың пайдасынан гөрі зияны молырақ. Ал енді пияз қабығының пайдасына тоқтала өтейік. Пияз қабығының қайнатпасын халық медицинасында көптеген ауруларға қарсы қолданады. Өйткені оның құрамында дәрумендер мен пайдалы элементтер өте көп. Сондықтан әртүрлі ауруға қарсы белсенді күреседі. Біз сіздердің назарларыңызға пияз қабығы арқылы алдын алуға болатын бір топ ауру тізімін ұсынамыз. Тамағыңыз жиі ауырса, пияз қабығының үстіне қайнаған су құйып, сүзгіден өткізіп, тамағыңызды шайыңыз. Тұмауға тап болсаңыз, қайнап жатқан суға 4 ас қасық ұнтақталған пияз қабығын сеуіп, 3-5 минут ыстық буымен дем алыңыз. Қатты жөтелсеңіз, 2 стақан суға 2 ас қасық пияз қабығын салып, 15 минут қайнатыңыз және міндетті түрде сүзгіден өткізіңіз. Күніне 3 рет тамақ ішерден жарты сағат бұрын 4-1 стақаннан тұтыныңыз. Бүйрегіңіз бен қуық қалбыршағыңыз ауырса, 3 ас қасық ұнтақталған пияз қабығын алып, үстіне 2 стақан қайнаған су құйып, 30 минутқа қалдырыңыз. Қуығыңыз қатты қабынып ауырса, күніне 2 рет 50 мл-ден 3-5 күн ішіңіз. Ал үнемі ауыратын болса, онда күніне 3-4 рет 2 ас қасықтан 10 күн үзбей тұтыныңыз. Тамыр аурулары мазаңызды алса,
2 ас қасық ұнтақталған пияз қабығына 100 мл қайнаған су құйып 7 күн күтініңіз. Дайын болған соң жақсылап сүзгіден өткізіп, күніне 3 рет тамақтан жарты сағат бұрын 20 тамшысын ішіңіз. Мынадайда тәсіл де бар. 2 ас қасық пияз қабығына 400 мл қайнаған ыстық су құйып 6 сағат күтіп, кейін сүзгіден өткізіп, күніне 3 рет тамақ ішерден жарты сағат бұрын 4-1 стақаннан 7-10 күн ішіңіз. Бір апта үзіліс жасап, емделу курсын әрі қарай жалғастыруға болады. Пияздың зияны және жанама әсерлері. Егер сіз ұсыныстарды ұстанып, пияз қабығының негізінде дайындалған препараттардың дозасын сақтасаңыз, денеге зиян келтірмеуіңіз мүмкін. Бірақ сіз осы компонентпен бірге әртүрлі құралдардың дәрі-дәрмектерді алмастырмайтындығына назар аударыңыз. Алдын ала дәрігермен кеңесіңіз. Қарсы көрсеткіштер. Мұндай өнімдер денсаулығына зиян келтірмейтініне қарамастан, пияз қабығының және оған негізделген өнімдерді қатаң түрде қарсы алуға болатын бір қатар аурулар бар. Атап айтқанда, өнімнің жеке төзімсіздігі, тромбофлебит, асқазан ішек жолдарының ауруларының асқыну кезеңі, алкогольді пайдалану, кейбір синтетикалық препараттардың әсерін күшейтеді немесе тежейді. Денсаулық ең басты байлық екен естен шығармайық достар. Қазақша каналдың дамуына үлес қосып, лайк басып, комментарий жазып, видеоның соңына дейін қарап, жақындарыңызбен бөлісе отырыңыздар. Назарларыңызға үлкен рахмет.